Ыбырай Алтынсарин. Жұмысыңызды жеңілдететін асыл шөп. Ол қандай шөп болды екен? Зылиха мен Бәтима деген біреудің қызметінде тұрған екі қыз бала төбесіне бір жәшік жеміс көтеріп қалаға келе жатыптымыз. Зылиха ақылап оқылеп шаршадым деп, ал Бәтима болса күліп әзілдесіп келе жатады. Сонда Зылиха айтты: "Сен неге мәз болып қуанып келесің? Төбеңдегі жәшіктің ауырлығы да менің басымдағыдан кем емес. Өзің де менен күшті емессің." Бәтима айтты: "Мен жәшігімнің ішіне ауырды жеңілдететін бір шөп салып алдым" деді. "Ай, ондай болса шөбіңнің атын айтшы, мен де ауырымды жеңілдетейін" деді Зылиха. "Бірақ ол шөп сенің қолыңа түспей ме деп қорқам. Шөптің атауы сабыр деген" деді. Мәтінді дыбыстаған Аспандияр Нұрмұхаммед.